Тігудің келесі кезеңі сіздер ойлағандай бүкпені тігеміз. Бүкпелердің саны, олардың ұзындығы мен түр пішімі адам денесіне байланысты әртүрлі болады. Бүкпені бірте-бірте ұшына дейін тігеміз де бекітпе жасаймыз. Бүкпені толық өңдеу тәсілі YouTube каналымда толық көрсетілген. Міне, барлық бүкпелерді алдын ала көктеп, машинада тігіп алдым. Пішінін жақсы сақтап қалудың негізгі шарты бұл үтіктеу. Тігінен тігілген артқы және алдыңғы бой бүкпелерін ортасына қарай жатқызып, бастыра үтіктейміз. Артқы бойдың ортаңғы тігісін тігіп алдым. Енді айыра үтіктеп шығамыз. Бұйым сапалы болу үшін ылғалды жылулықпен өңдеу жұмысын ұқыпты түрде жүргізгені дұрыс. Көйлекті тек дайын болған кезде емес, әрбір операцияны орындап болған сайын үтіктеп отырамыз. Үтіктелген кезде матаның қасиетіне байланысты қажетті температураны сақтап таңдап отырамыз. Түймелік орнын белгілеп, белдемшенің жан тігістерін тігіп шығамыз. Алдыңғы бойдың жан тігістерін, иық тігістерін тігіп аламыз. Содан кейін алдыңғы бой тігістерін тігеміз. Түйреген булавкілерді алып тастаймыз. Алдыңғы бойдың иық тігістерін тігіп аламыз. Тігіске біз жаңа 1 сантиметр тігіс еніне бердік. Екінші жанында сыдырма түймеліктің орнын белгілеп, сырып тігіп шығамыз. Тігіп, артық булавкілерді алып,
бөлшектерімізді дайындап аламыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Мойын ойындысына қажетті әдіпті қиып дайындаймыз. Алдыңғы артқы бойдың мойын әдібін борымен белгілеп қиып алдым. Әдіпке теріс жағынан дублиринді қатырмалап жапсырамыз. Негізі булавкілермен бекітіп, немесе қол тігістерімен тігіп алуларыңыз қажет. Келесі иық, бүйір тігістерін және артқы бой, алдыңғы бойдың орта тігіс жиектерін арнайы торлау машинасында торлап шығамыз. Алдыңғы бой мен артқы бой белдемшесінің жан тігістері жиектерін торлаймыз. Алдыңғы артқы бойдың мойын әдібін де торлап аламыз. Ойындыс әдібін бір-біріне қосып тігіп дайындаймыз. Мойын әдібі бұйымның іш жағында орналасатын болғандықтан, негізгі матадан ішкі жағына әдіп қималарын теңестіріп 1 сантиметрмен сырып тігіп аламын. Алып, қайшымен кертпелер жасаймын. Әдіптер тігіп болғаннан кейін преспен немесе үтіктің көмегімен үтіктелінеді. Мойын ойындысы әдібіне оң жағынан 1 миллиметрдей әсемдік тігісін тігіп шықтым. Қолтық ойындысын қиғаш мата жолағы көмегімен шеттерін өңдейміз. Мұны өңдеу үшін ені 3 сантиметр қиғаш жіптің бағытымен 45 градус бұрышты мата жолағын кесіп аламыз. Қиғаш мата жолағын теріс жағынан бір-біріне беттестіріп үтіктеп аламыз. Мата жолағы шетінен 2 сантиметрдей артық қалтырып, қолтық ойындысын 5 миллиметрмен тігеміз. Соңғы кесіндіні артық қалған 2 сантиметр жолақпен теңестіріп, мен көрсеткендей тігіп аламыз. Әрі қарай жолақтың астыңғы тігісін оң жағына жатқызып, оң жағынан 1 миллиметр тігіспен тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін 2 миллиметрдей қалдырып, артық жиектерін қайшымен кесіп аламыз. Қиғаш мата жолағын іш жағына қарап, бүктеп, мен көрсеткендей көктеп аламыз.
Көйлегіміздің қолтық ойындысының қиғаш жолағын ішкі жағынан 1 миллиметрдей тігіспен айналдыра сырып тігіп шығамыз. Міне, екі жағын да әдемі етіп қиғаш мата жолағымен тігіп шықтым. Белдемшенің алдыңғы айқасу кесіндісін 0,5-1 сантиметрдей етіп ішіне қарай қайырып сырып тігеміз. Содан кейін көйлектің етегін ұзындығын дәлдейміз. Бормен астын қию және бүктеу сызығын белгілейміз. Көйлектің теріс жағынан белгіленген сызық бойынша төменгі қиындысын бүктейміз. Етегінің қиындысын ішіне қарай 2-3 сантиметрдей бүктеп тігіп шығамыз. Бүктелген жиегінен 1 миллиметрдей аралықта бастыра тігіп шығамыз. Артық тереуштерді алып тастаймыз. Тігіп болған соң міндетті түрде ылғалды жылулықпен үтіктеп отырамыз. Шақтап көрген көйлегіміздің кеудесін белдемшесімен қосып, қиындыларын теңестіріп, сәйкестендіріп, кеудесі жағынан сырып тігеміз. Бұл жерде мен ілгектерді және жасырын сыдырма түймелікті алдын ала тігіп алдым. Көйлектің белдігінің ені 6 сантиметр, ал ұзындығын өзіңіздердің қалауларың бойынша алуға болады. Белдікті, жасырын сыдырма түймелікті және ілгектердің өңделу тәсілдері YouTube каналымда берілген. Сырып тіккен көйлегіміздің кеудесі мен белдемшесін арнайы машинада торлап шығамыз. Дайын болған көйлекті ақырғы жылулық жұмыстарын жүргіземіз. Барлық матаға сәйкес қойылған ылғалды жылулық ережесін сақтаймыз. Осы бейне жазба сізге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып, таныстарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Ұлжан Нұғыманқызы. Келесі кездескенше.